18 жасымда жұмысқа орналасқан кезде бізде сотовый телефон жоқ. Мен сонау ауылда тұрам. Ащыбұлақ, Алматы облысында, может, білетіндер бар болар оқырмандарым ішінде. Анашым түнде аптекада жұмыс істейді, дәріханада. Мен сотта с ночевка қалам. Сотта істегендер біледі. Қазір білмедім қалай екенді, бірақ сол кезде біз сотта с ночевка қалатынбыз. Главное, зубный щеткамыз бар. Таңертең тісіңді жуып аласың да жүре бересің. Орындықтарды қойып ұйықтайтынбыз. Қатты қиналып кеттім, бірген қағаздар жазып отырмын, бітпейді, ұйқым келді, шаршадым. Себебі мен уже екінші түн жұмыста қалдым. Мен дүйсенбі күн таңертең келдім, түнде қондым. Сонымен бір сейсенбі күн түнде мамаға звондаймын. Өйткені мама круглосуточный аптекада жұмыс істейді, мама алады. Рабочий телефонға звондап тұрмын. Жылаймын да, мам, мен мына жұмыстан кеткім келеді. Кетіп қалайын десем, папамның сенімі бар. Менің папам мені осы қызым прокурор болады, осы қызым заңгер болады, осы қызым судья болады деп өсірген енді. Папамның алдында ұяламын.